Қайырлы күн барша көрермендер. Бүгінгі сабағымның тақырыбы қанша жүріс бар ойыны. Осы ойынды ауызша және уақытпен қалай ойнау керектігін көрсетемін. Егер видео сабағым ұнаса, каналға жазылыңыздар. Бұл ойынды ойнау үшін жүрістерді есептеу формуласын жатқа білу керек. Формуланы жатқа білмеген жағдайда формулаға қарап ойнауға болады. Бұл ойын формуламен ауызша есеп шығаруды үйретеді. Мұнда 1-ден 9-ға дейін қызыл түспен берілген сандар отау саны, көк түспен берілген сандар құмалақ саны. Мысалы, 4-ші отауда 4 құмалақ болса, қанша жүріс бар? Бала 4х алу 5 формуласымен есепті шығарып, жауабын айтады. Құмалақтың орнына дөңгелек ойыншық заттарды қолдануға болады. Қанша жүріс бар ойынын ауызша және уақытпен де ойнауға болады. Мысалы, төмендегі сұрақтарды қойғанда бала формуламен ауызша есептеп, жауабын айтып отырады. Бұл ойынды ойнағанда бала формуланы жатқа білуі керек. Келесі сабағымда сіздерге бастаушы қостаушыда қанша жүріс бар ойынын көрсетемін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Нұржан Мұрзашұлы.